Армысыздар, Атамекен бизнес арнасында сол жағалау бағдарламасы сіздермен бірге болатын мен Айжан Алиясқызы. Бүгінгі бағдарламамызда шетелден әкелінген көліктерді рәсімдеу және конструктор көліктерді заңдастырыла ма деген сұраққа жауап береміз. Ол үшін скайп байланысқа шыққан мамандарымыз бар, ендеше таныс болыңыздар. Алтынбек Жамалиев, Ішкі істер министрлігі әкімшілік полиция комитеті ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы, және Нұрлан Намысов, Мемлекеттік кірістер комитетінің бас сарапшысы. Нұрлан мырза, енді сізге сұрақты қоймас бұрын ең алдымен елімізде осы күнге дейін қанша шетелдік көлік заңдастырылды деген сұраққа Алтынбек мырзадан жауап алып алсақ. Алтынбек мырза, қазіргі статистика бойынша елімізге әкелінген шетелдік көліктердің қаншасы рәсімделді? Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі таңда заңдастыру жұмыстары жалғасып жатыр. Жалғасу жұмыстары өте қарқынды. Азаматтарымыз көлік құралдарын тіркеу үшін осы халыққа қызмет көрсету орталықтарына әлде келіп жатыр. Соның ішінде атап кетсек, бүгінгі таңда 53 мыңнан астам көлік құралы тіркелді. Және де 90 мыңнан астам көлік құралы өздерінің кезекті тіркеу үшін кезектерін күтіп отыр. Яғни бастапқы тексеруден өтіп, мынау біздің криминалистік қызметкерлердің көлік құралын қарау жұмыстарына өздері кезектерін алып күтіп отыр. Бұл дегеніміз жалпы еліміздегі көліктердің, шетелдік көліктердің қанша пайызы? Шетелдік көліктердің қанша нақты пайыз екенін айта алмаймыз. Өйткені өздеріңіз білесіздер, бізде оны шетелдік әкелінген көлік құралдарын нақты саны жоқ. Соның ішінде осы біздің елімізге әкелінген көлік құралдарының әлде кейбір бөліктері тіркелінбей жатыр. Оны өздеріңіз білесіздер. Ол мынау конструктор дейміз, немесе сайман болып келген көлік құралдары есебіне кіреді. Былайша айта кеткенде, нақты біз цифраны сіздерге айта алмаймыз. Өйткені қанша көлік тіркелді немесе тіркелмеді деп, оның барлығы да сол осы заңдастыру аясында негіз аяғына қарай белгілі болады. Оны кейін айтамыз. Түсінікті. Нұрлан мырза, жалпы енді тіркеліп жатқан көліктерден қазірдің өзінде мемлекетке түсіп жатқан пайда бар шығар. Оны анықтадыңыздар ма? Қазіргі кезде қанша кірістер комитеті нақты санымен бөлісе алады? Қазіргі таңда ол нақты санды айта алмаймыз. Себебі ол жерде бізде легал жария етумен немесе бұлайда тапсырып жатқан көлік құралдары бар. Ол біздің база директорларды бөлек тұрмайды ғой. Бәрі бірге атады, кеден баждар мен салықтар тауар декларациясын тапсыра отырып. Ал ол жерде бөліп жарып аламаймыз. Нақты қайсысы жария етумен түсіп жатқаны, қайсысы бұлай түсіп жатқанын жария етпейді. Сол себепті жалпы санды жаңағы жария ету біткеннен кейін ол статистиканы айтуға болады. Себебі қанша автокөлік бөлінгеннен кейін соның өзінде таза дерекқор болмайды. Себебі біз айтып отырмыз, бөліп жара алмаймыз оны. Ол былай жария етілген автокөлік төледі ме екен, және де басқа да жолмен әкелініп жатқан қазіргі жария етусіз көптеген автокөліктер кіріп жатыр ғой күнде. Жай азаматтарымыз күнде әкеліп рәсімдеп, тауар декларацияларын тапсырып, кеден баждар мен салықтар төлеп отыр. Сол себепті оны біз нақтысын айта алмаймыз. Ал жалпы шетелден келетін көліктер, заңды болсын, заңсыз болсын, оларды тіркеу жағынан келіп түскен осы мемлекетке қаржы қомақты ма? Қолмақты деп, нақты деп айта алмаймыз енді. Бірақ көбінесе бізде кеден баждар, білесіздер, біздің Қазақстан бюджетіне ғана түспейді. Ол жаңағы Еуразиялық экономикалық комиссияның шешімімен осы 5 ел мемлекетінің бәріне бөлінетін сома болып саналады. Нақты кеден баждар, ал салықтар ол өзімізге түсетін Қазақстан Республикасының бюджетіне түсетін төлемдер.
Енді қараңыздар, еліміздегі мына шетелдік көліктер заңсыз әкелінген, заңда әкелінгені болсын, оның ішінде тіркелмеген деп жатырмыз, иә? Осы көліктерден бюджетке түсетін салық мөлшері қаншалықты тиімді болады ел бюджеті үшін? Маған сұрақ қойып отырсыз ба? Иә. Нұрлан мырза. Кешіресіздер, салық мөлшері бізде білесіздер, мемлекеттік кірістер комитеті әртүрлі профильді басқармалар бар. Салықты ол тіркелгеннен кейін, менің білуімше, ол жаңа қазір жария етілгеннен кейін көліктер тіркеледі ғой біздің Қазақстан ел аумағында мемлекеттік жаңағы тіркеуге. Содан кейін ғана олар салық төлеуші болып тіркеледі. Жаңағы транспортный налог деп жатады ғой, көлік салығын. Соны айтып жатсыз ба, немесе 200 мың теңгені айтып отырсыз ба? Оны нақтылап алайық. Иә, менің сұрап отырғаным жалпы біздің еліміздегі көліктерді тіркеу, иә? Одан салық түсіру бюджет үшін пайдалы ма, тиімді ме деген сұрақты қойып отырмын. Анықтағым болса. Болса, қазір жария ету біткеннен кейін барлық жаңа заңсыз жүрген көліктер, көлік құралдары осы жария етіліп мемлекеттік тіркеуге қойылады. Жаңа Ресей автокөліктері бар, оның ішінде Кения, Қырғызстан болсын, басқа да шетел көліктері мемлекеттік тіркеуге қойылғаннан кейін олар автоматты түрде жаңа біздің Қазақстанда жүрген автокөліктер құсап, оларға көлік салықтары мөлшерлері анықталып, бәріне осы салықтар төленетін бұл. Бұл мемлекетке әжептәуір түсетін салық болып саналады дегенмен. Оны Алтынбек мырза айтып кетті ғой, қанша автокөлік тіркеледі, соған қарай мөлшері де көбейеді. Иә, осы орайда Алтынбек мырза, сізге қояр сауалым, жалпы еліміздегі осы шетелдік көліктер тіркелген соң, оларға белгілі бір мөлшерде салық салынатыны белгілі. Қандай мөлшерде болады? Иә. Ол әрине бұл жерде енді салық комитетіне негізі қоя алатын сұрақ. Соның ішінде енді осы көлік құралын тіркеумен айналысқасын, осы көлік құралдарымен осы жұмыстармен айналысқандықтан, сондықтан айтатынымыз әрине өзінің мынау мөлшеріне байланысты көлік құралының мынау объем дейді ғой, көлік құралының мөлшеріне байланысты, немесе ол жүк көлігі болса мысалға оның салмағына байланысты, немесе автобустар болса оның отырғызылатын орындарына байланысты әртүрлі салықтың мөлшері бар. Соның ішінде айта кетсек, енді былай жалпы алғанда 50 мыңның машина деп алайық, мысалға бүгінгі таңда 50 мыңнан астам көлік құралы ғой. Соның әрқайсысы 200 мың теңгеден төлегеннің өзінде 10 миллиардтан астам бүгінгі таңда, мысалға жалпы айтқанда мемлекеттің бюджетіне, яғни кірістер түсіп отыр, оның да өз бір пайдасы болуға тиіс. Сонымен қатар әрі қарай ол көлік құралдары қосымша жыл сайын салық төлейтін болады. Сондықтан олардың біздің осы аймағымызда жолда жүргендіктен, ауа райын бұзғандықтан мысалға өздерінің қандай да бір енді көмектерін тигізеді деп ойлаймын. Яғни біздің ақ нөмірлерді алып барлығы ертең өзіміздің бюджетқа түседі ғой, қалай қарасаңыздар да. Соның барлығы дұрыс деп ойлаймыз. Сондықтан осындай жағдай. Нұрлан мырза, бұл жерде енді салық мөлшері әртүрлі болуы тиіс пе, әлде біркелкі бола ма? Мысалы, Алтынбек мырза айтып кетті ғой, әртүрлі болады, себебі жаңағы автокөліктің жаңағы объем деп жатыр ғой. Иә. Сол объемна жаңағы үлкен жүк көліктерде жаңа салмағына қарай. Иә, енді ол объем деген ол түсінікті, қазірдің өзінде көліктерді объемына қарай, иә, сол қозғалтқышының мөлшеріне қарай төлейтіні белгілі, иә. Қозғалтқышына қарай. Бірақ менің сұрап отырғаным бұл жерде шетелден әкелініп рәсімделген, заңдастырылған көліктің салығы мен өзіміздің еліміздегі отандық көліктердің салығы екеуі бірдей деңгейде бола ма, бірдей қозғалтқыштағы, немесе әртүрлі бола ма? Ол бірдей деңгейде болады, себебі ол Қазақстан Республикасының жаңағы заңнамасының бәрінде ол бірдей ғой. Бұл
бір реттік акция бұл жаңа 200 мың, ол жаңағы тек қана тіркеу бойынша, ал жаңағы біз айтып жатқан жылдық салықтар, көлік салықтар, олар Қазақстанда жүрген көлік құралдары сияқты бірдей бола береді. Алтынбек мырза, жалпы еліміз бойынша осы рәсімдеу басталғаннан кейін, көліктерді заңдастыру басталғаннан кейін де жүргізушілер арасында біраз шу дау-дамай шыққаны белгілі. Ол мына конструктор көліктер дейміз, яғни құжаттар жоқ ауадағы көліктер. Олардың мәселесі шешілетін болды ма? Орынды сұрақ. Бұны айта кетейік, негізі осы заңдастыру аясы өзі басталған кезден-ақ осы көлік құралдарын негізі тіркеу басында ең бірінші біз қаншама мөлшерде көлік құралымен, яғни қаншама көлік құралдарымен жұмыс істейтініміз белгісіз болды. Яғни бізде арнайы ақпараттық база жоқ. Сонда сол кезде біз айтқан болатынбыз. Қазір ең алдымен осы көлік құралдарын заңды түрде кірген көлік құралдарын тіркеп, оның ішінде қаншасы тіркеледі, қаншасы тіркелмейтін барлығын зерттеп, сараптама жасап, содан кейін тағы да өзгертулер енгізеді деп. Енді бүгінгі таңда белгілі бір көлік құралдардың тізімі бар, негізі қаншама көлік құралдары әлі тіркелмегендіктен. Сондықтан, яғни келесі этап дейміз, келесі кезеңге де уақыт жетті. Ақырындап осы біздің 13-ші қаулы бойынша тағы да өзгерістер енгізіледі. Бүгінгі таңда аталған қаулы мынау мемлекеттік госоргандардың келісуінде, және де осы ақпараттық сайтта осы азаматтарға қарау үшін ілініп қойылды. Ол жерде ол аталған бұйрықтың қаулының несі проектісі 10 күн тұратын болады. Одан кейін сосын барып әрине барлық азаматтарға жеткіземіз. Соның ішінде көлік құралдарын тіркейтін болдық. Негізгі тізім бар дедіңіз, ол тізім қандай, айтып өтсеңіз ашып? Нақты тізімнің цифрасы жоқ, өйткені көп азаматтар әлі де өздерінің көлік құралдарының тіркеуге жатпайтындығын біліп, оның ішінде мынау кедендік тазартудан өтпегендігін біліп, ол азаматтар тіркеуге негізі бармайды. Сондықтан біз оларды да біле алмай отырмыз кейбір мөлшерін. Енді соның ішінде алаңқап қарағанда бүгінгі таңда 4 мыңнан астам осы көлік құралдар бізге белгілі, бірақ та ол одан көбірек әрине. Оны әрі қарай осы қаулы қабылданғасын тіркеу барысында тағы да шығып жататыны белгілі. Сондықтан оның барлығын осы нақты жұмыстар жүргізіліп тіркеу амалдары басталған кезде бізге негізгі сурет осы пайда болады деп ойлаймыз. Тіркеу қай уақытта басталады? Тіркеу қазір енді қаулыға өзгерістер енгізілгеннен кейін, және ол қабылданғаннан кейін, сол күннен бастап біз азаматтарға тағы да жария етеміз. Ол әлі талқылаудан өтеді барлығы, содан кейін барып қана осы бұқаралық ақпараттар көздері арқылы барлығын хабардар етеміз. Бірақ та тағы да атап өтейін, осы қаулы талқылауда ілініп тұр мынау біздің сайттарда. Сондықтан оны азаматтарымыз қарап, тексеріп, өздерінің ойларын айтуларына немесе қандай да бір өздерінің келіспеушілігін немесе өзінің көзқарасын айтуға құқылы. Көрермендеріміз үшін тағы нақтылап айтып өтейін. Жалпы шетелдік көліктерді, оның ішінде конструктор көліктерді рәсімдеуге қатысты арнайы қаулы шығарылған, және ол наурыздың 24-не дейін қоғамдық талқылауда болады. Ол жерде кез келген жүргізуші, кез келген қазақстандық өз пікірін, ұсынысын қалдыруға мүмкіндігі бар. Және ол алдағы уақытта ескеріле ме, Алтынбек мырза? Әрине, осы заңнаманы қабылдамас бұрын ол сол талқылау, өздерінің сатылары бар. Әрине, оның барлығына біз жауап береміз. Содан кейін барып, әрі қарай ол құжатты мемлекеттік органдарға тағы да талқылау үшін жіберіледі. Негізінен енді қазір тіркеуге алынғандардың барлығы ол құжаты бар, тек қана баж салығын төлемегендер және арнайы рәсімдеуден өтпегендер болатын. Енді қазір конструктор көліктер мен ауадағы көліктер дейміз ғой, соларды тіркеу басталады. Алдағы уақытта енді құжат қабылданып жатса, қаулы шығып жатса деп отырмыз. Осы орайда тағы да бір ескеретін мәселе, ол
қаулының ішінде жалпы мына қылмысқа қатысы бар, және де бірінші қыркүйектен кейін әкелінген көліктер бар, қарастырылған ба, жоқ па? Әрине, байқап айтқанда, қаулының ішінде тағы да өзінің бір көлік құралдарын біз тіркей алмаймыз. Оның ішінде мысалға айта кететін болса, осы қаулыда егер де басқа елде іздестіру болған жағдайда немесе криминалдық қандай да бір тарихы болған жағдайда ол көлік құралы әрине тіркеуге жатпайды. Оны барлық азаматтарымыз біледі негізі. Ол норма сақталған. Сонымен қатар осы бірінші қыркүйектен кейін кірген көлік құралдарына қатысты ол көлік құралдары да тіркеуге жатпайды. Өйткені біздің өзіміздің азаматтарға жолдауында, халқымызға жолдаған жолдауда, осы еліміздің президенті жолдаған жолдауда бірінші қыркүйекке дейін келген көлік құралдары жөнінде сөз қозғалғанын білеміз. Сондықтан ол норма сақталған. Демек, қалай болғанда да қылмысқа қатысы бар, криминалға қатысы бар, яғни бірінші қыркүйектен бастап кіргізілген көліктер бұл рәсімдеуге қалай болғанда да жатпайды деген сөз. Қаулыға енгізілген жоқ, өзгеріссіз. Негізгі өзгеріс бұл жерде тек қана ауадағы және конструктор көліктерге қатысты болып тұр. Бұл жерде көбінесе сол өзіміздің азаматтарымыздың айтып жүрген проблемалары, яғни көкіректерінде жүрген, яғни бұрыннан келе жатқан 18-ші, 19-ші жылдары келген көлік құралдары, олар да бәрібір осы біздің елде жүргендіктен біздің осы жолдарымызбен қозғалып жүр. Оның ішінде ауа райға, экологияға зиян келтіретін. Келіп жатыр мысалға ойлап қарасақ, сондықтан оларға ақ нөмір беру және де тіркеу жөнінде шешім қабылданды. Және де тағы бір критерий, ол көлік құралдары енді басқа елге шығуға рұқсаты жоқ. Өйткені біздің Еуроодақтың басқа елдердің біз нормаларын бұза алмаймыз. Одан қоса және де басқа адамдарға ертеңде қандай да бір зардаптарын көрмес үшін оны біз басқа азаматтарға сатпау жөнінде негізі шектеу қоюға сондай шешім қабылдандық. Басқа азаматтарға сатпау дегенді ашып айтып өтсеңіз қалай ол? Былайша айтқанда, ол мынау енді азаматтарымыз өздерінің аттарына тіркегеннен кейін ол көлік құралдары басқа азаматтарға сатуға құқығы жоқ, және де біздің елдің аумағынан шығуға да құқығы жоқ. Яғни өзіміздің ел аумағында жеке басыны қолдану үшін тіркелген көлік құралдары есебінде саналатын болады. Бұл да қазіргі қаулыда қарастырылған, дұрыс түсіндім ба? Әрине, осының барлығы қаулыда жазылған, және де бүгінгі таңда талқылауда ілініп отыр. Түсінікті. Қымбатты көрермендер, тағы да еске салайын, осы қаулыға қатысты егер ойларыңыз болса, айтар ұсыныстарыңыз болса, Ашық НХ порталына кіріп, өз пікірлеріңізді жазып өтуге болады, себебі бұл құжат 24 наурызға дейін талқылауда болады. Және жаңа ғана Алтынбек мырза айтып өткенде, ұсыныстар мен пікірлер міндетті түрде назарға алынады екен. Бізге берген уақыт аяқталыпты, сондықтан қымбатты спикерлер, Алтынбек мырза, Нұрлан мырза, байланысқа шығып, алтын уақыттарыңызды бөліп, өз пікірлеріңізді ашық айтып, жаңашылдықпен бөліскендеріңізге көп рахмет. Алдағы уақытта қандай да бір өзгеріс болып жатса, біздің студиямыз ашық алаң ретінде пайдалануыңызға болады. Рахмет, амандықтар жасайық. Қымбатты көрермендер, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сол жағалауда қабылданған кез келген құжат халық игілігіне жұмыс істесін. Амандықтар жасайық.